Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антивирустық бағдарламаны орнату және баптау. Сабақтың мақсаты антивирустық бағдарламаны орнатуды және баптауды үйрену. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын дәріс сабағында өткен вирустардың түрлерін, антивирустардың түрлерін, антивирустық бағдарламалардың түрлерін еске түсірейік. Антивирустық бағдарламалардың түрлері өте көп. Мысалы, антивирус Касперский, AVG, Доктор Веб, Avast, Evira, ESET Note 32 және тағы да басқа көптеген антивирустық бағдарламалар бар. Осы антивирустық бағдарламалар тегін шартты лицензиялы болып бөлінеді. Бейнежазбаға көңіл аударайық. Бағдарламалардың түрлері: лицензиялық, шартты тегін және тегін. Кез келген бағдарламалық жасақтама, егер ол тегін бағдарлама болмаса, сатып алған кезде лицензиясымен бірге беріледі. Бағдарламалық жасақтаманы орнатқан кезде лицензия кодын енгізу қажет. Бұл код бағдарламамен бірге және бағдарламаны пайдалану нұсқаулары бар түпкі пайдаланушы лицензиясының келісім шартымен EULA-мен қамтылады. Бағдарламалық жасақтаманы орнатпастан бұрын EULA шарттары мен талаптарымен келісуіңіз қажет. Бағдарламаны пайдалануды шектейтін және оны авторлық құқық нормаларына сай қорғайтын бағдарламалық жасақтама лицензияларының түрлері болады. Тегін. Атау айтып тұрғандай, барлығына тегін болып табылатын бағдарламалық жасақтама. Тегін бағдарламалық жасақтаманың таралуына авторлық құқық нормалары тарапынан шектеу қойылмайды. Бір тиын төлеместен оны жүктеп пайдалана аласыз. Тегін бағдарламалық жасақтама шектелген уақыттан кейін бітіп қалмайды. Шартты тегін. Шартты тегін авторлық құқықпен қорғалған және жүктеп алуға тегін бағдарламалық жасақтама. Бірақ оның қолданысы кейбір жағдайларда шектеледі. Шартты тегін бағдарлама пайдалану белгілі бір уақыттан кейін бітіп қалады. Яғни бағдарламаны қайта пайдалану үшін ақы талап етуі мүмкін. Басқа жағдайларда уақыт шектеуі болмауы да мүмкін. Бірақ бағдарламаны толықтай пайдалануға ақы төлемейінше кейбір мүмкіндіктер қол жетімсіз болуы мүмкін. Шектелген лицензия. Шектелген лицензия бағдарламасы коммерциялық емес мақсаттар үшін ғана пайдалануға арналған. Бағдарламаны бір уақытта пайдалануға болатын компьютерлерде шектеу бар. Шектелген лицензия бағдарламасының мысалы білім беру мекемелеріндегі компьютерлердің шектелген санына ғана орнатылған бағдарлама. Осы бағдарламалардың ішінде интерфейсі өте оңай, өте тиімді, қолайлы бағдарламалардың бірі ESET Note 32 антивирустық бағдарламасы. Осы антивирустық бағдарламаны орнату ретін бейнежазбаға қарап үйренейік. Привет, меня зовут Илья. Сегодня я расскажу, как установить и активировать антивирус ESET Note 32 на примере решения Internet Security. Итак, где же скачать сам дистрибутив? Заходим на сайт www.esetnote32.ru. Раздел «Для дома». Выбираем Internet Security и щелкаем по названию. Открывается окно с подробной информацией. На этой же странице можно посмотреть сравнение наших домашних продуктов. Чтобы загрузить установщик, пролистываем наверх и нажимаем на кнопку «Скачать». Выбираем «У меня есть лицензия». Нажимаем красивую зеленую кнопку напротив названия Internet Security. Начинается загрузка дистрибутива. Итак, дожидаемся окончания загрузки. Кликнем на файл 2 раза и следуем инструкциям установщика. Кстати, если у вас есть сторонние антивирусы или устаревшие версии ESET Note 32, их необходимо удалить перед установкой. Подробно о том, как полностью удалить из системы сторонние антивирусы, мы поговорим в другом видео. Не забудьте прочитать лицензионное соглашение, как мы все всегда делаем. После принятия соглашения вам предложат активировать ваш антивирус. Выбираем вариант «Ввести лицензионный ключ» и копируем ключ из письма активации в соответствующее поле. Нажимаем «Продолжить». Готово. Лицензия активировалась.
После активации можно выбрать нужные параметры. LiveRead – сервис для дополнительной защиты пользователя. Он помогает обнаруживать новые угрозы. Потенциально нежелательные приложения могут показывать рекламу или тормозить вашу систему, поэтому их тоже лучше отметить галочкой. Итак, начинается установка. По окончании нажимаем «Готово». После активации начнется первое сканирование вашей системы. Затем перезагрузите компьютер и наслаждайтесь безопасным онлайн-серфингом. Антивирустық бағдарламаны орнатып болғаннан кейін компьютерді вирусқа тексереміз, яғни сканерлейміз. Сканерлеу кезінде бағдарлама зақымданған файлдарды емдейді, емдеуге келмейтін файлдарды жояды. Енді осы EZ-Note32 бағдарламасын өзіміз орнатып көрейік. Орнатпас бұрын есте сақтайтын талап бар. Егер компьютеріңізде бұрын орнатылған қандай да болмасын антивирус бағдарлама болса, оны міндетті түрде өшіру қажет. Өйткені екі бағдарлама компьютеріміздің жұмысын тоқтатады. Өшіру үшін пуск, панель управления, программы, удаление программ, соның ішінен EZ-Note32 бұрын орнатылған бағдарламаңызды тауып, оны өшіреміз. Енді бағдарламаны өзіміз орнатып көрейік.
Бағдарламаларды салыстыру үшін Avast Free антивирус бағдарламасын орнату ретін көрейік. Бейнежазбаға көңіл аударайық. С вами Светлана Овчаренко. Я расскажу вам, как установить на свой компьютер антивирусную программу Avast. В адресной строке браузера набираем адрес сайта, где мы будем скачивать программу avast.ru. Нажимаем на клавиатуре Enter, и мы попадаем на официальный сайт программы Avast. Здесь нам предлагают новую версию самого надежного антивируса в России. Нажимаем на кнопочку «Скачать бесплатно», и здесь нам предлагают 3 варианта. Первый вариант бесплатный, 2 другие варианта – это платные программы. Я же буду скачивать бесплатную программу и нажимаю на кнопку «Скачать бесплатно». Скачивание программы началось, и здесь мы видим инструкцию по установке программы. Первый шаг – дважды щелкнуть по файлу, который загружается на компьютер. Второй шаг – подтвердить установку. И третий шаг – следовать инструкциям на экране. И переходим в папку, где у нас скачалась программа Avast. Вот так выглядит значок программы Avast. 2 раза кликаем по значку, нажимаем «Запустить». Появилось окно, и здесь мы нажимаем «Обычная установка». «Продолжить». И сейчас происходит установка программы. Установка программы успешно завершена. Нажимаем «Готово». И открывается новое окно, где мы сможем теперь настроить программу. Здесь вы можете посмотреть обучение, начало работы. Давайте нажмем, посмотрим, что у нас здесь. Далее вы сами посмотрите. А теперь я хочу показать вам настройки. При установке программы она будет работать всего лишь 1 месяц. Чтобы программа была установлена у вас на 12 месяцев, необходимо зарегистрироваться. Нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться». С левой стороны бесплатная версия программы, с правой стороны платная программа. Мы выбираем с левой стороны, нажимаем «Выбрать». Записываем имя, фамилию и электронную почту. Нажимаем «Зарегистрируйтесь». Здесь нам предлагают бесплатно протестировать 20-дневную пробную версию Avast Internet Security. Это платная программа. Нам же нужна бесплатная версия. И мы нажимаем на опцию «Я предпочитаю оставить базовую защиту», то есть бесплатную версию. Регистрация у нас прошла. И здесь нам написали, что срок действия регистрации истекает 26.11.2015 года. То есть программу мы установили на 12 месяцев. Закрываем программу на сегодня. Бағдарлама орнатылып болғаннан кейін компьютерді вирусқа тексереміз, яғни сканерлейміз. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Осы ESET Note 32 бағдарламасын компьютерден өшіріп, Avast Free антивирус бағдарламасын өзіңіз орнатып көріңіз. Екінші тапсырма. Осы 2 бағдарламаны салыстырмалы түрде артықшылықтары мен кемшіліктерін және ортақ қасиеттерін табыңыз. Осы алған білімімізді игеру үшін қазіргі қолданыстағы антивирустық бағдарламалардың ішінен өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2 бағдарламаны таңдап, оны орнатып және сканерлеу арқылы сізге тиімдісін таңдаңыз. Жетістіктері мен кемшіліктерін салыстырыңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.